Ассаламалейкум достар. Жалпы ақыры осы видеоны өздеріңіз көріп отырсаңыздар, демек осы Шонбай онлайн университетіне байланысты мағлұмат алғыңыз келіп отыр. Өйткені бұл видео тек қана осы сайтта ғана жарияланып отыр. Азды көпті бұл мағлұматты естіген шығарсыз. Қайдан шыққан батпан-құйрық, қайдан шыққан тегін Камри деген бір сұрақтар шығып жатқан шығар. Бұл әңгімені біз енді баяғыдан бері ойлап жүрсек те, осы қазірден бастап жобаға айналдырудамыз. Сондықтан қысқаша бұл не Камри? Камриді ұйықтап жүріп, қалай Камри ұтуға болады деген сұраққа жауап берейін. Қысқаша бұл университеттің концепциясы туралы айтқым келіп отыр. Бұл қайдан шыққан идея? Жалпы мен енді кәсіпкер ретінде, жұмыс беруші ретінде бір 700 адамға дейін бізде қызмет еткен кездер болған сезонның кезінде. Сондықтан азды көпті мен жалпы нарықты таныспаған нарықпен. Бұл жерде екі үлкен парадокс бар. Бірінші нәрсе, бұл нарықта жақсы қызметкерлердің жетіспеушілігі. Бұл мен айтып отырмын ғой, өткенде ғана кеше ғана хабарласып 500 мың теңгеге қандай жақсы ресторан управляющийін алуға болады, немесе операционный директор, немесе кайдзен тренер, көп әр салада бісмілләсі бір $1000 басталатын қызметкерлер іздеуде. Бұл бірінші факт. Екінші нәрсе бар, бұл жұмыссыздық. Ауылға барсаң жұмыссыз, бәрін айтатын сол. Неғып жұмыссыздық болып жатыр, бәріміз қиналып жатырмыз, нан таппай жатырмыз деген әңгіме. Вот парадокс. Бір жерде қызметкерлік таппай жатыр, бір жерде жұмыс жоқ. Екінші жағдай нәрсе бұл Қазақстандағы бизнес климатының өзгеруі. Осы уақытқа енді тағы да Аллаға шүкір дейін, біз енді Қазақстандағы топ бір мықты бір үлкен кәсіпкер болмасақ та азды көпті елімізге танымал бір ортада кәсіпкерлердің арасында кәсіп жасап жүрген адамбыз. Айтайын, Қазақстанда кәсіп жасау өте оңай. Ешкім сені мазаламайды, бір сес келеді дейді. Осы уақытқа дейін бір істегенімізге бір 3,5 жылдан асты ғой енді. Бір сес келіп, бір қырып, жойып, прокурор тексеріп отқан жағдай жоқ. Бірақ бұл факт. Бірақ осымен қоса таныс керек, қиын бизнес жасау қиын, ақша жоқ деген тағы бір ой бар. Енді бұл идеяны қалай ойладық? Көп мәселе бұл біздің бастағы шектеулер. Енді бұны айтсаң бір түрлі сияқты көрінеді, өйткені қойшы, қалай еді сонда деген сияқты. Енді бұның мыңдаған мысалы бар. Кеше ғана қасымызда жүріп, бірге жұмыс істеп жүрген адамдар қазір үйреніп, кәсіп бастап жатыр. Кеше ғана мен ойбай кәсіпкер болам деп жүрген адамдар қазір өзінің саласын тауып, біреуі спортсмен марафон, біреуі өзінің жаңағы білмеймін, біреу кино режиссер, біреу бір нәрсе, әртүрлі мамандықтар жасап жатыр. Кәсіпкер болам деген ол кәсіпкер емес екен, сөйтсек, кәсіпкер емеспін, мен қолымнан түк келмейді дегендер бір адамда кәсіпкер болып отыр. Бұл сондықтан да бұл бастағы шектеулерді қалай алып тастаймыз деген. Бұл сұраққа жауап ретінде осы жоба туындады. Бұл бір. Екінші нәрсе. Сіз енді тағы да осы видеоны көріп отырсаңыз, демек бұл тренинг саласымен, жалпы кітап саласымен таныссыз. Қазір Құдайға шүкір, негізі Аллаға шүкірлік еткен жақсы дейді ғой. Құдайға шүкір, қазақ тілді тренерлер көбейді. Тренинг саласы жақсы дамуда. Қаласаң курс, қаласаң тренинг, қаласаң тегін мастер-класс, вебинарлар мынадан. Бірақ пайда шамалы. Оны мен өзімнің де тренингтен білем. Келген адамды мен кеткен адамдар сол мезетте өзгеріп шығады. Мықты өмірі мықты болды, бітті бастайым, енді бар мықты болады деген. Бірақ бір айдан кейін қарайсың, өзгеріс шамалы. Неге? Өйткені ортам керек. Сондықтан осы фактілерді де ойлай отыра, біз менің ойымша керемет бір жүйе құрастырып жатқан сияқтымыз. Соны бір бөлісіп өтейін. Бұл қандай идея? Идея негізінен өте қарапайым 90 күн плюс 9 ай концепциясы. Бұл қайдан шыққан идея? Ғалымдардың айтуы бойынша кез келген нәрсе бір әдетке айналу үшін баяғыда 21 күн дейтін, енді мен өзім байқаймын 21 күнге қатты пайдасы көріп отқан жоқпын, иә? Алдыңғы күні қарағанда жақсы, бірақ әдетке, шынайы әдетке айналу үшін 66 күн мен 90 күн дейді. Жалпы мен өзім байқауым бойынша 21 күннен бастап әдет бола бастайды. 40 күнде бір әдет болғандай болады.
бір 90 күнде сенің табиғатына айналады кез келген нәрсе. Мысалы үшін мен қазір ерте тұруға байланысты бір күресіп жүрген адаммын. Өзім 32 жылдық сабамын. Түнімен ұйықтамай, азан ғана ұйықтап жүрген адам едім. Міне, Құдайға шүкір, 32 жылдан кейін бұл әңгімені жеңгеніме қуаныштымын. Бұны мен шынымен жазда бір 90 күндік үлкен бір марафон іспеттес бір жоба болды. Пайдасын көріп жатырмыз. Сондықтан менің өзім пайымдауымша 90 күн плюс 9 ай. Бұл қандай нәрсе? Бұл жерде адамдар өздерінің дамыту, өздерінің бір ұдайы дамытуына байланысты бір жүйе керек, орта керек, бұны қалай жасаймыз деген сияқты әңгіме. Енді сондықтан мынау Шонбай онлайн университеті, бұны біз қысқаша әдемі болсын деп шоу деп жатырмыз. Жалпы бұл университеттің негізгі дефинициясы, негізгі түсіндірмесі бұл үздіксіз даму университеті. Біз басында бұны үздіксіз білім алу университет деп ойлағанбыз. Сөйтсек, мен түсінген мынау. Білім алу, білім деген бұны бір информация деп алатын болсақ, мағлұмат деп алатын болсақ, мен айтайын, қазір Google мен YouTube-тан асып кеткен қазір білім қайдары жоқ. Білімнен, мағлұматтан енді әрине тек қана қазақша білсең бұл шектеулі, орысша білсең қазақ тіліне қарағанда әлдеқайда көп мағлұмат аласың. Ал егер ағылшын тілін оған қоса бір түрікше, бір испанша, французша үйренсең, енді мынаны білсең болады, қалаған сұрағыңа жауап аласың. Аурудан диагноз қоюға байланысты, бірақ бұл бірақ бұған енді ешқандай бір рекомендация беруге болмайды, өйткені дәрігерге бару керек. Бірақ көптеген базалық сұрақтарға, гитара тартып ойнайын десең де, шаңғы тебем десең де, маркетинг үйренем десең де, бір ретте Мейірбек мырза айтып еді, маған бір жігіт бар, Google-дан сабақ алып, контекстін рекламаны үйреніп алып, Қазақстанда қазір ең мықты мамандардың бірі деп. Сондықтан қалаған адам қалаған мағлұматын ала алады. Бірақ неге алмай жатыр? Мәселе сонда, неге алмай жатыр? Сондықтан да бұл білім алу университет деп мен өтірік алдамайық. Өйткені білімнен проблема жоқ, проблема үздіксіз даму жүйесінде. Сондықтан бұл университеттің бұл платформаның жұмысы негізгі бұл ұдайы дамуға себеп беру, мүмкіндік беру, жағдай жасау ең маңыздысы, ең басты ортақ қалыптастыру. Міне, осы жүйені, осы жобаны жасайтын болады. Енді қысқаша түсіндірейін. Бір жыл бойы даму қиын. Бір жыл бойы бір нәрсеге назар аудару, бір жыл бойы бір нәрсемен айналысу, енді ол айтайын, 0,01% адамның ғана қолынан келетін шығар. Сондықтан негізгі адамдар бірақ 90 күндік бір марафонды, 90 күндік бір даму интенсивін жасай алады. Сондықтан да алғашқы 90 күн біз сіздермен керемет жұмыс істейтін боламыз. 90 күннен кейін біздің пайымдауымызша сізге ешқандай да бір ұста, тапсырма, бір болмаса сізді бір тексеретін нәрсе керегі жоқ, өйткені сіз әдетке айналдырып кеттіңіз. Басқа да бір курстарды қарайтын болсақ, олар қалай жасайды? 2 ай сенімен бірге жұмыс істейді, керемет, нәтиже аласың, одан кейін сен лақтар жібергендей болады да, сенімен ешкім айналыспайды, одан кейін жалғыз қалғаннан кейін не болады? Қайтып айналып келесің. Сондықтан ойлайсың, ақшам құрдан қол жараттым, ешқандай пайдасы жоқ, алдап жатыр деп. Негізгі проблема ол емес, проблема ортаның жоқтығында. Сондықтан бұл формуланы қысқаша айтып берейін. Негізгі айтылатын тақырыптар өте оңай, өте қарапайым, ешқандай да бір естімей жүрген тақырыптарыңыз емес. Бұл негізгі 4 үлкен блок болады. Енді университет деген аты бар ғой. Университеттердің аты деген университетте семестр болған сияқты, бізде енді семестр емес, бізде 90 бар. 4 тақырып үлкен. Бірінші үлкен тақырып бұл физиология дейміз. Физиология деген не ол? Физиология деген жалпы бұл физиология болғаннан бұл бірінші үлкен тақырып жалпы өзіңді қайта қалыптастыру. Бұл бірінші ай өзіңді қайта қалыптастыру кезеңі. Бұл қандай деген сөз? Бұл физиологиялық өзгерістер, өйткені анау қалай айтушы еді, жақсы ой, бұл жақсы денеде ме? Енді сонда бір мақал болушы еді ғой, қазір ұмытып тұрмын. Жақсы дене бітім біздің состояниеміз, қалпымыз, бұл біздің жұмысымызға, ойлануымызға өте қатты әсер ететінін өзіміз білеміз. Сондықтан бұл 490-ның бірінші кезеңі физиологияны қамтитын өте үлкен өзіңді қайта қалыптастыру 90-ы болады. Екінші 90-да айтылатын әңгіме бұл үйрену. Үйрену.
Үйрену дегеніміз бұл қалай тез оқу керек, қалай критикалық мышление дейді ғой орысша. Жалпы қалай дұрыс сұрақ қою керек, қалай сұрақтың жауабын іздеу керек, факт чекинг мыңдаған инструментарийсы бар, өте үлкен. Бұл үйрену деген тақырыпты біз екінші 90-да қарастыратын боламыз. Неге? Өйткені қазір мысалы үшін мен маркетинг саласындағы маманмын деп өзімді ойлаймын, қаншалықты мықты маман екенімді нарық анықтап береді ғой. Бірақ айтайын, 2 жылда сен егер маркетингті дамытпасаң, болды, маркетинг өзгеріп кетеді. Баяғыдағыдай бір кітапты оқып алып 10 жыл жүретін нәрсе жоқ. Сондықтан да әрдайым ұдайы өз-өзіңді үйренуді, мағлұмат алуды әдетке айналдырмасаң, сен қазір мықты шығарсың, қазір жұлдыз шығарсың, қазір саған айлық беріп отқан шығар, қазір саған бір маңыз көрсетіп, саған бір внимание беріп жатқан шығар. Алайда, егер өзіңді дамытпасаң, ертең артынан келе жатқан адамдар сенің орныңды алып қояды. Сондықтан да бұл ұдайы даму, ұдайы үйрену системасын, жүйесін бұндай әдетке қалыптастыру деген бізде ой бар. Бұл болмаса қазір мен ойлаймын 21 ғасырда алысқа шаппайсың. Неге? Өйткені кез келген жаңалық өзгеріп жатыр. 5 жылда бір рет мен ойлаймын көптеген сала қайтадан қалыптастырып жатыр. Маркетингте баяғыда ойбай котлер деген болатын дейтін. Қазір котлер деген, сен котлерді білсең, оны 5 жасар бала да біледі қазір. Қазір нейромаркетинг, қазір психотипирование, детальдар, диджитал, ол жерден мағлұмат өте көп. Сондықтан ұдайы өзіңді қалыптастырудың, ұдайы өзіңнің үйренуіңді үздіксіз қалпына келтіретін осы бір 3 айлық 2-ші 90. 3-ші 90 офлайн коммуникация. Бұл офлайн коммуникация дегеніміз қандай? Қазір онлайн дәуірі, біз онлайн университет туралы айтып отырмыз қой. Қазір бәрі интернетте, бәрі жақсы, бірақ сен ақшаны енді былай айтқан кезде офлайн өмірден табасың. Офлайн өмірде сен бақытты боласың. Офлайн өмірде анаң келіп бетіңді сүйеді. Офлайн өмірде сен достарыңмен бірге отырасың. Офлайн өмірде шаңғы тебесің. Сондықтан офлайн кезеңде қалай нетворкинг құрасың, қалай адаммен қарым-қатынас құру керек, қалай қысылмау керек, ұялмау керек, қалай жұмыс табу керек, қалай интервьюға бару керек, қалай интервью алу керек, жалпы қандай нәрселерге сен коммуникация, адаммен араласу, қалай сыйлық беруге дейін, қалай стилистика, қалай сөйлеу, ораторлық көптеген жағдайлар, қалай дұрыс сұраққа дұрыс жауап бере алу, переговор, осы салалардың бәрін 3-ші 90-да біз қарастыратын боламыз. 4-ші біздің 90-ымыз бұл әрине бұл онлайн немесе интернеттегі брендинг. Өйткені егер сен офлайнды жақсылап реттеп алған болсаң, сенің айтқан сөзің мен ісің сәйкес келетін болса, жалпы ешқандай онда қатты үлкен проблема болмайтын болса, енді сен үлкею үшін, даму үшін бұл онлайн. Бұл онлайн дегені мысалы үшін қалаған адаммен араласу. Мен өткенде Роберт Чалилимен барып Лос-Анджелеске барып кездесіп келдім. Бұл кісіні өте қатты мен сыйлайтынмын. Қазір қандай рахат. Жаздың, оқыдың, келдің, сенің соншама кітабын оқып қызығып жүрген адаммен қазір кездесесің. Артем деген өзім жақсы досым бар, қазір ағам іспеттес бір кісі бар, оны интернетпен танысқам. Сондықтан да интернетті тек қана өзімді көрсету үшін емес, мен бармын суретке түсіріп, мынандаймын деу үшін емес, интернетті толыққанды қолдану үшін. Интернеттен достықпен құрып, коммуникация құрып, мысалы үшін LinkedIn деген жақсы әлеуметтік желі бар. Бұл тек қана профессионалдардың отыратын жері. Бұлмен қалай жұмыс істеуге болады, қалай сеніммен жұмыс істеуге болады, сен не бере аласың, не аласың деген өте үлкен тақырыптар. Сондықтан біздің 1 жылдық осы қалай айтса болады, тұлғалық қалыптасу, тұлғалық даму факультетінің 1 жылдық бағдарламасы осы. Енді мен сіздерге айтып отырмын ғой, бұл 90 күніне біз назар аударамыз да, қалған 3-90-ды әр адам өзі үйренетін болады. Енді мұны қалай жасаймыз? Мәселе осында. 90 күн, алғашқы 90 күн. 90 күннің формуласы да керемет. 90 күнді 9 табақ плюс 9 марафон плюс 9 фильм плюс 3 кітап плюс 3 жоба. Өте оңай осы формула. Бізде 90 күн 3 блокқа бөлінген. Алғашқы айында
алғашқы айында сіздер 3 тақырып аласыздар. Бірінші алғашқы айында бірінші тақырып бұл физиология, бұл ұйқы. Бұл физиология айы. Бұл ең бірінші айтатын нәрсеміз біздің ұйқы. Мықты, ұйқы дейді. Неге біз енді қуаныш, сен ұйқың не істеп ойлауыңыз мүмкін үстер. Бұл қазіргі ұйқы индустриясы әлемде дамуда. Егер біз ұйқының қадірін білмесек, бұл ұйқының қадірі жоқ деген мағынаны білдірмейді. Америкада қазір ұйқы индустриясы 100 миллиард долларға жетті. Бұл Ресейде де үлкен нарық. Қазір жаңағы матрастары бар арнайы дұрыс ұйықтауға 15 мың доллар тұрады. Неге? Өйткені ұйқының маңызын елдің бәрі түсініп отыр. Ұйқы, түндегі ұйқы сенің күндізіңді анықтайды. Дұрыс ұйықтамасаң, дұрыс күндіз болмайды. Сондықтан да бұл ұйқы мәселесін біз зерттейтін боламыз. Бір апта бойы ұйқыңа үшін керекті жаттығулар, керекті ой процестері, керекті аудио жаттығулар, физикалық жаттығулар берілетін болады бір апта бойы. Келесі апта, ұйқыдан кейін келесі апта айтылатын тақырып, бұл тіпті керемет тақырып, бұл біз бұны энергия немесе VQ. Баяғыдан бері естіген шығарсыз, IQ деген болатын. Елдің бәрі ақылды болу керек деген. Одан кейін түсінді, тек қана ақыл жетпейді, елмен ұрысып қала беретін болса, сен ақылынан 5 тиын, сондықтан да дұрыстап кішкене елдермен араласу керек екен деп EQ деген шығарды. EQ emotional quotient, эмоциональный интеллект дейді орысша. Оны түсінді, бірақ сен егер күшің болмаса, сен өмірге деген құштарлық, бір энергияң болмаса, сен ақылды болып елдермен араласағаннан пайда жоқ. Неге? Өйткені энергияң жоқ. Сондықтан қазір VQ деген шыққан, vital quotient, орысшасы коэффициент жизненной энергии дейді. Бұл адамның жалпы энергиясы бар адам көп нәрсені тындырады дейді ғой. Қазақша айтқан кезде пысық адам, бір жанып тұрған адам, от бол, от болмасаң жоқ бол деп жатырмыз ғой енді. Осының жалғас ретінде болады, бұл энергия. Сондықтан екінші апта бұл энергияны толықтыруға байланысты бір жаттығулар, бір марафондар берілетін болады. Қайтадан қайталаймын, ұйқы тақырыбы бір апта болса, бір апта сіздерге марафон беріледі. Және үшінші керемет тақырып, бұл былайша кезде расслабление деп орысша жаза берейінші, бұл қазақшасы да қиын. Бұл стрессіз өмір. Стрессіз өмір, өйткені стресс қазіргі соңғы ғалымдардың зерттеуі бойынша. Стресс бұл өзің өміріңді алкогольмен, арақпен улаумен бірдей екен. Байқасаңыздар, ашуланған адамның машина айдауымен ішіп алған адамның машина айдауы өте ұқсас. Ішіп алған адам бұл білгеннен жаңылып, машина айдаған кезде жол ережесінен жаңылады. Қатты ішіп алсаң, этикетін ұмытады. Көп нәрсені білгеннен жаңылып атса, байқасаңыздар, кейде емтиханның алдында бір мандраж деген болушы еді ғой бізде. Білгеннен ұмытасың, стресс, қорыққан кезде, уайымдағанда. Тура сол нәрсе, бұл стресстің кесірінен бізде сахарный диабет, көптеген рак ауруларының шығу себебі де осы стресс. Сондықтан бұл стресс мәселесін біз қарауымыз керек. Жалпы айтқанымдай, бұл осымен алғашқы айдың тапсырмасы бітеді. Және сізге енді бір айда 4 апта ғой. 4-ші апта сізге осы үй жұмыстарын дұрыстап үлгермесеңіз, аяқтауға және осы айға байланысты сізге жоба берілетін болады. Және алғашқы айда сізге магия утра кітабы оқуға беріледі. Немесе аудио нұсқасы. Бұл айту мүмкінсің, Қуаныш мырза, проблема жоқ, магия утраны оқып қойғам, сіз екінші болма кітабыңыз ол туралы айтқансыз, проблема жоқ. Егер де сіз ол кітапты оқып, қолданбасаңыз, онда ол кітапты оқымағанмен бірдей. Мен тағы байқаған нәрсем, кейбір адамдар үйрену үшін тыңдайды, ал кейбір адамдар жауап беру үшін тыңдайды. Кейбір адамдар кітапты үйрену үшін оқиды, кейбір адамдар мен оқыдым деп айту үшін оқиды. Осы мәселені де біз анықтауымыз керек. Сондықтан да бұл кітапқа байланысты емтихан беріледі. Егер емтиханнан өтсеңіз, проблема жоқ. Өтпесеңіз, онда қайтадан оқуға, тыңдауға тура келеді. Бірақ ешқандай қиын жоқ, бір ай бойы. Күніге 3 кітап оқысаңыз, в принципе, бұл кітапты оқып бітіруге болады. Және енді бағанадан бері айтқанымды байқасаңыздар, ғалымдардың зерттеуі бойынша, ғалымдардың айтуы бойынша деп атамыз ғой. Бұл енді нормальный адам сұрақ қойды, қандай ғалым бұл деп ше, біз естімеген, көрмеген. Сондықтан осы біздің айтқан ғылыми теорияларымызды дәлелдейтін, түсіндіретін осы курсқа байланысты плюс онлайн журнал келетін болады.
Сонда сіз әр сөзіміздің дәлелі бар екен, әр сөзімізде қандай эксперимент бар екен өзіңіз көретін боласыз. Сонда сабақ бір жарым сағаттық осыған байланысты онлайн журнал және марафон берілетін болады. Керемет бір оңай қызықты бір тақырып. Екінші айында біз айтылатын жұмыс бұл ми. Мидағы бұл алғашқы тақырыбымыз біздің бұл енді EQ десек болады, эмоция десек болады. Бұл ренжіс, өкпе, қорқу, сенімсіздік, сасып қалу, осы тақырыптарды зерттейтін боламыз. Бұл тақырыптарды қалай жеңуге болады? Қорқынышты қалай жеңуге болады? Қалай бірге ренжігеннен алып тастаса болады? Қалай біреуді сынаудан бас тартсақ болады деген. Керемет тек қана ғылыми жаттығулар мен жұмыстар, лекциялар берілетін болады. Әрине, екінші айда да сіздер журнал алатын боласыздар. Бірінші тақырып осы. Екінші тақырып қандай күлетін шығарсыздар, бірақ бұл армандау. Бізде қазақта әйтеуір армандап жүрген адам қияли деп айтып жүреді деп екінші момында айттық қой. Бірақ арман бұл өте маңызды инструмент. Ағылшынша a man without ambitions like a bird without wings деген жері бар. Арманы жоқ адам, қанаты жоқ құсқа тең деген сияқты. Ал бірақ жарайды. Кешеде айттым ғой мен. Арманым жоқ болса не болады ал? Арманым жоқ, не істейміз? Менде де кезінде арман болған жоқ деп өткенде айттым ғой. Кейбір адамдарды армандар жетелейді, кейбір адамдардың артынан армандарды адам жетелейтін кезі болады. Адам арман қуады, немесе адамда арман қуады. Бұл да бар. Сондықтан бұл армандаудың мәселесі. Арман қалай мақсатқа айналысады? Нені ойлауға болады? Неге армандаймыз? Өйткені басымызда шектеу бар. Қорқыныш бар, елдердің бізге үйретіп қойған үйренілген шарасыздық тәсілдері бар. Бұны қалай жеңеміз? Осы тақырыпты зерттейтін боламыз. Өте керемет. Одан кейінгі үшінші тақырыбымыз біздің қабілет. Көп адамдар өзінің жақсы қабілеттерін минус деп ойлайды. Біреу айтады, мен көп сөйлегенде көп сөйлеймін деп. Баяғыда бізді көп айтты ғой, көп сөйлеме, басқа бәле тілден деп. Келісем. Басқа бәле тілден, егер мағынасы нәрсе айтсаң, біреу жамандасаң, ал егер де осы сөйлеу қабілетіңді дұрыстап қолдана алсаң, қандай керемет. Кеше мен алдында да бір кісі сұрады, мен мұғалім, мен дәрігермін, бірақ сөйлеген жақсы көремін. Не істесем болады деп жауап берді. Қалай? Сөйлейтін дәрігер бол деп. Өйткені қазір мысал үшін барасың дәрігерге, не айтып, не қылған түсініксіз көтшіктерді непонятно ғой ол кісілердің. Жазып береді, белгісіз болып жатады да. Сондықтан егер түсіндіріп беретін болса, о адам айтып беретін болса, өзінің дәрігерлік квалификациясына +2 деген құндылық алатын еді деп ойлаймын. Бұл біздің екінші тақырыбымыз. Бұл жерде мен ойлап отырмын, бірінші жаңағы сезімдерге байланысты, өкпе реніштерге байланысты біз өте жақсы, өзім жақсы көретін маман Кәмшат Бекжитовамен бірге осы тақырыпты істейтін боламыз. Сол кісінің жаттығу методикасын мен өзім қатты ұнатамын. Сол кісімен бірге осы жобаны жасайтын боламыз. Үшінші ай, 90 күннің үшінші айында, бұл жерде 4-ші апта бұл жоба. Үшінші айында біз енді қараңыздар, денемізді реттедік, ұйқымызды жөндедік, энергиямыз бар, стрессіз, жайбырақат жүрміз. Одан кейін сол состоянияда бәрін кешірдік, қорықпаймыз, уайымдамаймыз, армандарымызды реттедік, оған байланысты қабілет жасадық. Енді не болады? Енді жасау керек, Сондықтан үшінші тақырып бұл жасау. Әрекет жасау керек қой, жасау. Сондықтан бұл жердегі бірінші әңгіме бұл заток. Бұл жерде кайдзен қосылады. Екіншісі бізде үлкен нәрсе бұл жалқаулық. Жалқаулықты қалай жеңем? Үшінші тақырып бұл жердегі отказ алудан қорықпау. Өйткені көп адамдар отказ алудан қорқады, жоқ деген нәрседен қорқады. Бірақ қарап отырсаң, жоқ деп айту, бұл бір нәрсе жасап жатқан адамның тағдырына жазылған нәрсе. Біз елдің бәрі біздің айтқанымызды істей берсе, біздің қалағанымыз бола берсе, онда жағдайымыз не болады? Онда біз де біреудің айтқанын істеуіміз керек болатын еді ғой. Сондықтан отказ бұл өмірдің бір бөлігі, одан қорықпау керек, оны бір мүмкіндік болса сүю керек, сонда ғана біздің өмірімізде ешқандай проблема болмайды. И отказдан қорықпағаннан кейін жасай бересің. Сондықтан өте үлкен керемет бір жаттығу бұл отказ. Төртіншісі әрине жоба. Міне, осы алғашқы 90 күн. Бізде енді қараңыздар, бір жылдық оқу дедік қой,
бір сұрақ кеше қойдым, әдемі сұрақ қойдым. Қанша теңге тұрады деген бұл. Енді сұрақ қойды, жарайды Қуаныш. Айттың, бердің. Енді қанша тұрады, бұл ақшасы бар ғой деп. Кеше бізде алғашқы 90 күндік марафон, жалпы бұл 1 жылдық қой. Бізде 1 жылдық ақысы кеше қанша болады деп бетіп жазып қойдым, 30 мың дейді. Бетіп жазып қойдым, 39 мың дейді. Сосын айттық, жоқ. Айына 3900 теңге тұратын, айына 3900 теңге тұратын бұл курс. 1 жылдық курс. 3900 теңге төлесеңіздер, сіздерге онлайн журнал және де онлайн сабақ беріледі. Марафон қайда дейсіз ғой? Марафон қайда қалды деп. Егер де сіз 1 жылға төлейтін болсаңыз, 1 жылға, баға сол баға, 1 жылға төлейтін болсаңыздар, қателеспесем 46800 теңге. 1 жылға төлесеңіздер, баға өзгерген жоқ жылына. 46800 теңге төлесеңіздер, онда біз сіздерге марафон беретін боламыз. Неге? Өйткені біздегі мақсат бұл ақша алуымыз 3900 теңгені қай жыртығымызды жабады дейсіз. Біздің мақсат сізді 1 жыл бойы сізбен бірге болу. Қазір тағы да ғалымдардың зерттеуі бойынша онлайн курстардың соңына дейін жету коэффициенті 7% бен 15%. 15% бұл мықтылары, ең керемет болған, хит болған жер бар екен 27%. Ал жалпы орта сан бұл 7%. Біздің мақсатымыз ең кемінде 50% жасау. Курс бастаған адамның кем дегенде 50% соңына дейін жету. Сондықтан да біздің мақсатымыз бұл адамды дамыту. Жалпы егер де бұл курсқа келген адам, ойлаймын, егер 1 жыл бойы бізден бірге болатын болса, егер кәсіпкер болмаса, бұл айлығын 2 есе көбейтеді деп өзім ойым бар. Доходын басқа жұмысқа ауысуы мүмкін, армандаған жұмысына келуі мүмкін, басында айлық аз болып, кейін табысын көбейтуі мүмкін, бірақ менің пайымдауымша бұл айлығын 2 есе көбейтеді, немесе өзінің сүйікті жұмысын табады, сол айлықты алатын жер, бірақ сол айлықпен қоса керемет өзінің өмірлік ләззатын табатын болады. Бұл егер кәсіпкер болмаған болса, жаңағы қызметкер болатын болса. Егер де бұл студент болатын болса, бұл өзінің ары қарай қандай жоспар құрамын, кім болам, не болам, жұмысты қалай табу керек, қалай іздеу керек, қалай тамыр-таныс іздеу керек деген тақырыптарға жауабын алып, өзінің студенттік өмірінен үлкен өмірге қадам басуын жеңілдетеді. Тағы да бір адамдар, жаңағы үйде отырған кісілер болатын болса, ханымдар болатын болса, олардың үйде отырып қалай өзін дамыту, бәлкім ол кісілер де жұмысқа шыққысы келеді, ол кісілер де кәсіппен айналысқысы келеді, ол кісілер де өтер бір нәрсе жасағысы келеді ғой, сол кісілер де өздерінің жауаптарын алып кетеді. Өйткені әр нәрсе индивидуалды түрде. Енді бұл онлайн бізде IT платформа ғой бұл. Бір жақсы жері сабақтар әйел кісілерге әйел кісілердің мысалымен, ер кісілерге ер кісілердің мысалымен берілетін болады. Бұл неге олай деп отырсыз? Мысалы үшін кейбір тақырыптар өкініш деген, өкпе деген. Енді әйел кісінің өкпесі бөлек, ер кісінің өкпесі бөлек. Одан кейін бізде физикалық жаттығулар бар, мысалы үшін дыхательный демалу. Ол жерден денеңді ашып көрсету керек та. Әйел кісі енді мен мысалы үшін өзім ойлаймын, қарындасым болмаса бір құрбым немесе қызым немесе әйелім бір ер кісіні қарап отырса енді как бы неприятно ғой, бәріміз қазақпыз ғой. Сондықтан ол кісілер әйел кісі әйел адаммен сабақ алады, ер кісі ер адаммен сабақ алады, ер адам мысалында сабақ алады. Сонда ешқандай бір диссонанс болмайды. Өйткені қазақпыз, қазақтығымызды ұмытпауымыз керек. Маған неприятно болса, енді көп адамға солай шығар деп ойладық та біз бөліп жатырмыз. Және бұл курсқа келген кәсіпкер адамдар болатын болса, немесе кәсіп бастағысы келіп жүрген адамдар болатын болса, ол 100% өзінің кәсібін қалай бастаймын деген сұраққа жауап алады. Бар болғаны осы сомамен. 1 жылға төлесе марафон қосып береміз. Енді неге? Өйткені бізбен бірге енді басынан бастап 1 ай 2 ай қатысып кетіп қалатын адамға күш жұмсағымыз деген, өйткені марафондың білесіздер оңай емес, оның тексеруі бар, оның платформасы бар. 3900 теңге ақтамайды да, біздің жалпы істеген марафонымыз 7000 теңгеден болды ғой. Сондықтан біз тек қана 1 жыл бізбен бірге боламын деген ниетті адамдармен ғана жұмыс істегіміз келеді. Жұмыс істеген 3900 бен төлеп жүре берсеңіз де проблема жоқ, бірақ ол жерде курс аласыз, плюс журнал аласыз. Егер өзім дамытып аламын, проблема жоқ. Тек қана маған білім керек десеңіз, ол жерде ешқандай проблема жоқ. Бірақ 1 жылға төлесеңіз, сізге плюс марафон беріледі. Және де 3 айдың қорытындысында кім тапсырмаларды соңына дейін жасап жүретін болса, онда мен ойладым осы қалай таңдауға болады, ең мықты 10 адам ба, ең мықты тапсырма орындағандар ма деп. Сонда түсіндім, бұл қате пікір, өйткені біз ешкім жарыстыруға болмайды. Әр адам тек қана өзімен жарысу керек. Әр адамның жауы, мен жалпы ойлаймын, адамның өмірінде
екі нәрсе бар, жауы бар және ең үлкен құтқарушысы бар, ол өзі таңдап алады да қайсысы екен, ол жау басқа біреу емес. Сондықтан бұл жарыс деген нәрседен кету үшін тек қана өзіңмен жарыс концепциясына сәйкес біз не қылдық, тапсырма орындаған. Мысалы үшін айталық, бізде бір сыныпта 2000 адам болады деге, мысалы үшін А сыныбында 2000 адам болады деп айталық. 2000 адамның 1000 адам, егер 50% ғой, 1000 адамы тапсырманы соңына дейін орындаса, бұл кісілерді біз сыйақы алу конкурсына жібереміз. Ол жерде қандай сыйлықтар бар. Байқасаңыздар, бұл лотерея емес. Лотерея. Сіз 3900 теңгені айына сіз бір нәрсе ұтып алу үшін төлеп отқан жоқсыз, сіз білім алу үшін төлеп отырсыз. Болады ғой. Холодильник сатып алсаң, мынандай бір ұтуға болады деген сияқты. Сол сияқты бұл 1000 адам екінші этапқа өтеді, бірақ 1000 адам ішінен енді тағдыр бар, Құдай бар, басқа да бір мен білмеймін басқа қалай болатынын. Мен ойладым да, кім таңдаса дұрыс болады. Мен таңдасам туысқандарыма көңілім бұрып кете ма? Адамбыз ғой, қателесеміз. Ең әділ кім? Ең әділ Құдай дедік. Ең әділ тағдыр дедік та, сонымен бірге сол механиканы қолданып, біз кәдімгідей жеребевка арқылы 10 адамды таңдап алатын боламыз. Бұл 10 адам не қылады? 10 адам бізбен бірге шетелге барып, мен ойлап отырмын, екі жол бар. Біреуі ең оңай вариант бұл Стамбул, өйткені виза керегі жоқ. Екінші вариант бар, бұл Барселона, бірақ Барселонадан Шенген жасау керек, бір вопростар бар. Көреміз, бірақ негізгі ниетіміз Барселона. Біз 10 адамды сол қалаға алып кетеміз. Бірақ визаны сол ұтып алған адам өзі төлейді, өйткені виза ұзақ әңгіме, әркімдікі әрқалай. Сондықтан да 10 адамды алып кетеміз. Мен ойлап отырмын, плюс-минус қараңыз. Самолетін төлейміз, гостиницасын төлейміз, тамағын төлейміз. Енді 10 күндік былай санадым, бір 500 мың кетеді екен минимум бір адамға. 3 немесе 5 күн арасында 10 адам бізбен бірге шетелге шығып, бізбен бірге сөйлеп сабақ алатын болады. 10 адам. Енді мен ойлаймын, керемет нерді 10 адам. Және де бұл саяхат. Бірақ арасында тағы бір адамға шынымен де армандары орындау ғой. Шынымен мүмкіндіктерді қолданып, өзіңді дамытып жүрген адамға бұл өмірде де бір пайда салсын. Енді директ сразу пайдасын көрсін дегенмен, осы тапсырманы ұдайы орындап жүрген адамның біреуіне біз Camry 70 салон деп қойыш. Салоннан бір Camry 70 беретін боламыз. Бұл пустышка емес, жақсы комплектацияда бір Camry берілетін болады. Бұл қандай керемет, е? Білмеймін, маған баяғыда біреу бір сөйтіп қуанатын едім. Сондықтан да негізгі шапалықта болған жоқ негізі. Ойлаңызшы, ұйықтау, шаршамау, уайымнан құтылу, соны жасау арқылы былайша айтқанда өміріңді саяхат істесең болады. Және де Camry ұтып алсаң болады. Иә, керемет, біз айттық қой, бірақ жарайды, хорошо, қуаныш, сен енді ұдайы білім алу деп атсың, ұдайы жаңағы даму деп атсың, әрқайсы саған дамуға бір стимул береміз деп атсың деп ойлап отырсыз ғой. Жарайды, 3 айды өттік ал. 3 айдан кейін не болады? Өйткені адам енді ұтылып қалса, алмаса настроениесі құриды ғой, дұрыс па? Не болады? Қызықтың бәрі осы жерде басталады. Егер 3 айдан кейін 9 ай бойы біздің тапсырмаларды орындайтын болсаң, олардың арасында конкурс болады. Оларға да енді мынадан аяған Camry'ді енді ешкімнен аямаймыз. Тапқан табысты соларға береміз дегенде, тағы да Camry берілетін болады. Бұл жылдына бір рет, жылдың соңында басқа да сыныптар болады, үмітім бойынша А класы, Ә класы, Б класы деген сияқты. Сондықтан жылдың соңында 9 ай бойы өзін дамытудан шаршамаған, қайтпаған адамға тағы да бір Camry берілетін болады. Біз жалпы өзіміз жоспар бойынша Camry'ді бере бергіміз келеді. Неге? Өйткені Camry жалпы бұл қазақтардың сүйіп мінетін көлігі. Біз енді сыйлықты жақсы көреміз. Сондықтан бұл жерде 6-тан кейін тамақ ішпе, өзіңді қина, дисциплина деген әңгіме айтпаймыз, байқасаңыздар. Біздің әңгімеміз мынау. Өмір керемет. Бұл өмір қиналу үшін, өзінің нервіңді ауырту үшін, біреумен ұрысып қырылу үшін жіберілмеген. Бұл өмір біз рахаттанып, шаттанып, бір жақсы жетістікке жету үшін, жеңіске жету үшін арналған өмірді ойлаймын. Сондықтан да ойна, күл, сүй, біл, үйрен, қателес, ұйқыңды жөндет, расслабленное состояниеде жүр, армандарыңды арманда, үйренуді үйрен, жасауды дұрыстап жаса, әдемілеп өзін дамыт та,
сыйлығыңды алып кет деген керемет концепция. Сондықтан да бұл тақырыпты енді азды көпті сіздерге ашып бердім деген үміттемін. Егер де ұнаса, егер де сізге қызығушылық танытсаңыз, төмендегі сілтеме бойынша заявкаларыңызды қалдырыңыздар. Сіздерге үмітім бойынша Ардақ ханым хабарласады. Сосын сіздерге қалай бұл жоба бойынша жұмыс істеуге болатынын біледі, түсіндіріп береді. Сіздерді жақсы көреміз. Кездескенше онлайн университетте бірге өсейік, дамиық.